Жор марафон бәйгесіне міне Қырғызстан командасы бірінші болып келді. Жалпы уақыт бойынша соңғы 100 шақырым бойынша міне өкінішті, әрине өкінішті. 15 команда, Қазақстаннан 15 команда болып, бір Қырғызстаннан ұтылып қалғанымыз қалай енді? Қазақ елі, атбегілер, қай жақ болмасын, қай облыс болмасын. Қостанай, Ақтау, Маңғыстау, Жетісу, Шығыс Қазақстан. Бір командан ұта алмадық қой. Ят мынау. Қазақтар, атбегілер, қосындар, ят қой намазға Қырғыздан ұтылып жатырық. Келесі жылға дайындалайық. Қаншама байлары бар, қаншама үйір жылқылары бар. Жоқ, намыс жоқ сіздерде. Жоқ, тек қана сынауға айдықсыңдар. Үйде отырып алып, Қостанай жылқы тұқымын, басқа тұқым мықты екен дәлдейтін уақыт келді. Қара болды ғой Қырғыздан ұтылып. Сондықтан қазақ елі, атбегілер, жанкүйерлер, жанашырлар, қазақ тұлпары мықты екенін дәлде келесі жылы жорыққа ат салып қосайық. Қолдаңыздар, кім әрқалай атпен берсін, ақшалай берсін. Әрбір командада қазір ақша жағынан тапшылық болып жатыр. Әкімшілік мүмкін ақша бөлмеген шығар. Сондықтан келесі жылы келесі жорықта көшпенділер болсын, халықаралық ұлттық жор марафон болсын. Біз мықты екенімізді дәлдеу керекпіз. Ұят болсын. Масқара, мен қаным қайнап жатыр қазір бар ғой. Өйткені мен жақта жүрдім, болдым, көрдім бәрі.